Шымқай қара. Тұңғышбай Төрегелдиев. Дарвин маймылдан жаралса, жаралған шығар. Біз арғымақтан жаралғанбыз. Асқар Сүлейменов. Тянь-Шаньның сілемдері оңтүстікке қарай көсіле созылып, сұлқ түсіп жатыр. Бұрынғыдай емес, ауа райы жылдан жылға өзгеріп келеді. Шыңдардың аппақ бастары таңлақтанғалы біраз жыл. Дана табиғат биыл соның орнын толтырып, есесін қайтарғысы келді ме, жыл басынан аппақ қарын аямады. Соған қоса сәуір айында күн аралатып ағыл тегіл жаңбырын төкті. Бұл шаруа баққан қауым үшін Құдайдың жарылқаған етті. Күн қызысымен мәңгі мұздақтардың белуарына дейінгі қырат жота ойпаң белге түгін тартсаң, майы шығатын жасыл шөп қаулап өсті. Артынша өркеш-өркеш таулы аймақ әлем-жәлем түске боялып, қызыл-жасылды гүлге оранды. Жыра жылғаны бойлап, сай-саланы қуалап, сылдырай су ақты. Құс атаулы қалқи ұшып көктем әнін шырқады. Әрлі ұсақты тіршілік қабырлап-жыбырлап, қайтадан жаз бен қыс қамына кірісті. Осындай ән мен сәні келіскен, бірі шығысқа, бірі батысқа жайғасқан, екі алып таудың ортасындағы ұшса қанат талатын, шапса тұяқ тозатын ұлан қайыр атырапқа көктемнің соңы, жаздың басына таман малшы қауым тайлы таяғы қалмай көшіп келе бастайды. Содан қазаның аяғы мен қарашаның басына дейін үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр, отар-отар қой ешкі емін еркін жайылады. Тоты айындай көк бөңбөк көлдің аумағында қамсыз жайылып, несібесін теріп жеп жүрген төрт түлік малдың бірі бекзат бітімді Шымқай қараның үйі. Сүліктей сұлу айғырдың жаратылысы бөлек, жіні жылтылдап, жытынып тұрған. Жылқышы Жомарт өзі бір қызық адам. Қарауындағы жылқыларға сиыр, итіне дейін ат қою әдет. Әйтпесе тынжыны түртіп, делебесі қозып кетеме, қарап жүрмейді. Көбіне ен тағып есімді үлестіру төрт түліктің түртісі мен мінез қылқына орай таңдалады. Мысалы, еркек ұрғашысына қарай айтуған, ақ төбел, тістеук, ақ жамбас, толғанай, сұлу қыз, еркетай тағысын тағылар болып кете береді. Шымқай қараны алғашқы кезде қарагер деп жүрген. Өсе көлі біргелкі жылтыр қара болғасын, Шымқай қаратап кетті. Емреніп еркелетсе, Шымқай жан бола салады. Шымқай қараның ақылдылығы құлын кезінен білінді. Құру-құрулап шақырса, ойнақтап шауып келеді. Шіңкілдеп кісінейтін қайтерсің тағы. Басын шұлғып-шұлғып етек жеңді түртпектеп, күлші-пүлші дәметіп жүргені. Бір жағы нәзік жүректі, сезімтал. Ұрсып сөйлегенді, зекіп жекігенді ұнатпайды. Кәдімгідей өк бөліп, арыққа көнбей, айтқанды тыңдамай, қашып кететін мінезді тентек. Сондықтан жылқышы жастайынан оның жал құйрығын тарап, денесін сылап, сипап, айналып толғанып, таудың таза суына шомалдырып, баласындай баптап, бағып қағып өсірді. Уақыт жылдам, әні міне дегенше, сол құтыршақ құлын үлкен өткір көзді, сүйрік құлақты, кең танаулы, ұзын мойынды, биік сирақты, ширақ қимылды, денесі жұмыр, сымбатты, сұлу айғырға айналып, бестіге тола үйірге түсті. Бүгінде ақ кірпік биеден бірінші құлынын көріп, өсіп өніп жатқан жайы бар. Ақ кірпік белі созылыңқы, қызыл шырайлы, сұлу мүсінді жас бие. Олды қызғылт бояумен сырлап қойғандай, қоңы келіскен ат еркес. Ақ кірпік атаулына қос қабағының астындағы бір шым-шым ақ кірпіктері себеп болған. Қазір 3 айлық құлыны бар, бірақ ол өздеріне тартпады, алабажақ. Жылқышы сол таудың құрметіне Алатау деп және құлагердей 100-ден жүйрік тұлпар шықсын деп ырымдап, екесімді біріктіріп Ала-құла деп ат қойған. Бұдан бірнеше жыл бұрын таудың алыс бір түкпірінде орман тоғай, даласы өртеніп, қатты құрғақшылық болған дейме, содан көп қасқыр қашып, осы жаққа ойысса керек. Жобалап білетіндер, оларды бұл аймақтың жайлы тыныш өмірі қызықтырғасын, соны емденуде әдейі көксеп келген арам пиғылды келімсектер деп жүр. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Кірме қасқырларды алғашқы жылдары ешкім онша еле қоймаған. Кейінірек сұрқай қасқырлар көбейіп бара жатыр деген сыбыс келе-келе расталып, шындыққа айналсын.
Бұрындары қысық көзді, тәпелтек қасқырлар етектегі ел жұртты айтарлықтай абыржытқан. Ол тұқымы құрғырлар таутастың тағысын тауысқасын, ауылды қан қақсатсын. Қазір бір жерде жасырынып жатыр ма, әлде жергілікті қасқырлармен сіңісіп кетті ме, әйтеуір соңғы кездері көрінбей қалды. Жергілікті малшылар солардың көбейіп кетпеуін көктен сұрап, ақсарбас атап жүргенде, орнына осы сұмырай қасқырлар қаптап кетті. Содан, ойбай, не дейсің? Алакөз арланы бастап, көккөз қаншығы қоштаған келімсектер ананың қойын қырып кетіпті, мынаның жылқысын жарып кетіпті деген пыш-пыш әңгіме жиілеген. Алдымен малға алакөз ауыз салып, содан кейін жылқы мен сиырдың артқы тірсегін қиып тастау құртқаған шыққа жүктелетін тәрізді. Артқы аяғы тіреуге жарамаған бейшара ошарылып құламай ма? Сосын азулысы тікшекке жармасса, қалғандары қарнын жарып тастайды екен. Өздері алакөз арлан деп атап кеткен абаданы әуелі малдың тамағы мен құлағынан қапия бас салатын сияқты. Ол баптаулы бұқадай зор болғасын, байғұс мал қорыққаннан Калилаға тіл келмей тұрған жерінде жүрегі жарылып кетеме, мөңкіп барып омағаса құлайды екен. Аң аулаудағы амал тәсілдері тіпті басқаша. Жәдігөйліктің бәрін игеріп алған. Көбінесе ұрғашысы шабар алдында жуынды дәметкен бұралқы иттің кейпіне еніп, көздерін сатып қылымсып, құйрығын бұлаңдатып, мүләйімсейтін көрінеді. Бұрын соңды ондай қулық сұмдықты білмеген аңқау хайуан оған елтіп, иіскей бергенде-ақ ажал құшатын көрінеді. Жергілікті қасқырларды Құдай өзі жайлығып жарата салған ғой. Қатты жоқшылық қысып, не бөлтіргін алдырып, кек қуып құтырынып кеткенде болмаса, өз аймағына беталды ауыз салмайды. Тау ешкілер мен түлкі қарсақ, тышқан-пышқан, суыр-пуыр аулап күнелтеді. Бұл қасқырлардың әлімсақтан бергі қағидасы. Ежелгі заң етті. Сертіне мықты түз тағылардың осы заңдылықтарын ауған қасқырлар бұзды. Тау-тасты мекендеуші аңдардың дерлігі қысқы қалың ұйқыға кетіп ән апандарынан шықпағасын, бұл келімсектер төменге түсіп, қора қопсыны тіміскілеп, азық іздеп, мал қора есігінің астын қазып, мықтылары төбеден асып түсіп, жеген жеп, жемеген қойларды тамақтан бауыздап, алаң салып жүрді. Анау ауылда әңір қараңғысында байлаулы сиырға шапқан көкжалды үстінен түсіп қалған отағасы келтек темірбен тұмсықтан ұрып өлтіріпті. Қоң етін жұлып алған ақбоз биені мал доғдыр пәлен күнемдеп, қатарға әрең қосып алған жылқышы жақсы біледі. Кейбіреулер қасқыр өмірінде жалғыз рет бөлтіріктейді деп жүр. Онысы шындыққа жанаспайды. Жуырдағаны ауыл адамдары тісі мұқалған кәрі қаншықты атып алғаны бар. Бұл келімсектердің кәртеседе жамбасының желігі басылмаған ба, терісін сылғанда ішінен күшік шығыпты. Иісі ащы, жидеген сасық болады екен. Жылқышы тау мен төмендегі ел арасын жол етіп жүргенде оларды әлденеше рет сырттай байқаған. Жергілікті қасқырлардан өзгеше, түрі бөлек, тұлғасы әжептеуір үлкен. Тікшиген аппақ құлақтардың жиектер қара, аяқтары мен бауыры ақшылтым, жоны көгілжім жолақ. Тұмсықтан екі көздің ортасын ала желкеге дейінгі бозғылтым қылаң бұл қасқырлардың бөтен жақтық. Бұл өлкеге 10 қайнаса да сорпасы қосылмайтын келімсек кірме екенін айтпай-ақ білдіріп тұрған еді. Көп өтпей, тұрғылықты қасқырлар мен келімсектер арасында қырғын соғыс болған көрдік деген сөз де, оны құйқылжытып жеткізіп жүрген өсек те өрбей бастады. Жергілікті қасқырлар қарап жатпапты. Өздері туып өсіп, ұрпақ жайған атам екенін жан аямай қорғауға кірісіп, қарсы соғыс ашыпты. Бұл осы маңдағы көнегөз қариялардың бұрын соңды естіп білмеген оқиғасына айналып тұр. Көп өтпей оған жылқышы Жомарттың өзі куә болып, және соның ортасындағы қанды майданға өзінің де белсене араласып кеткенін сезбей де қалды. Келімсектердің өте қауіпті екенін біле тұра, бір күнге ештеңе ете қоймас деп өзін-өзі алдартқандырып, Шымқай қараға қарайлай жүріңдерші деп басқаларға табыстап, таң қараңғысында шұғыл шаруалармен етектегі ауылға кеткен. Тірі адамның тірлігі таусылған ба? Ары-бері айнал соқтап, шаруасын күйттеп, кешке дейін үлгер алмай, ай жарығымен түнделетіп қайтқан. Келе шайленіп болғанда, қинала кісінеген Шымқай қараның дауысынан сыртқа асыға шыққан жылқышы өз көзіне өз сенбеді. Тұлпардың сау жері қалмапты. Сауыры дап-дала.
Жалының бір шеті жұлым-жұлым, қызыл еті ырсиып, қаны ұйып, қақтанып қатып қалыпты. Шымқай қара жылқышыны көріп, мұңын шаққандай күрсіне оқыранып жіберді. Сөйтті де паналап мұның бауырына басын тығып, тәлтіректеп тұрып қалды. Өне бойы қалшылдап, етігін баса алмай, шатқаяқтап, пар-пар пысқырынады. Жүрегі өрекпіп, өкпесі өшіп дір-дір етеді. Қанды қырғыннан қалай аман шыққаны белгісіз. Сосын жарадар алдыңғы аяқтарын алға созып, кешірім сұрағандай, ұзын құрық мойнын қаздай иіп, басын төмен сүрді. Кешір, ақ кірпікпен ала құланы сақтай алмадым. Бәрі мерт болды дегендей, мөлтілдеп, қара көздерінен тарам-тарам жас ақты. Жылқышы титтейінен туған перзентіндей аялап өсірген текті малдың мына қылығына шыдай алмады. Оның қан мен тер иісі бұрқыраған басын кеудесіне құшып, солқылдап барып, дауыстап өкіріп жіберді. Айналайын, Шымқайым-ай, обалдарыңа қалдым-ау. Жарықтық жануардың омырауына өзімен қоса жылқышының да моншақтап көз жастар төгіліп тұрды. Содан жылқышы Шымқай қараның жараларын дәрілеп, өзі білетін ем домын жасап, жарықтық жануардың омырауына өзімен қоса жылқышының да моншақтап көз жастар төгіліп тұрды. Содан жылқышы Шымқай қараның жараларын дәрілеп, өзі білетін ем домын жасап, тынықтырып қойған еді. Сәл демалып алмаққа жатқан, артынша Шымқай қараның қайтадан шұрқырап кісінеген даусынан жүрек киініп есік алдына шықты. Әудем жерді аяғын сылтиып басып бара жатқан атты байқады. Жомарт жылқышы Шымқай қараның жан азабымен үйірі опат болған шатқалды жайылымға қайта бара жатқанын сезді. Сезді де соңынан іргедегі күреңбелді міне шапты. Көп жылғы сыралғы досы күреңбелді иесімен Шымқайдың қасіретін толық түсінгендей, күні бойғы жүрістен сілесі қатып, шаршап шалдыққанына қарамастан дүр сілкіне түлеп тыңайып шыға келді. Жылқышы жол жөнекей кіреберістегі есіктің жақтауына сүйеулі ұзын сырығы мен зіл батпан сойылын іле кетті. Белдігіне байланған қанжарын қолмен сипап, бар жоғын байқап көрді. Таң арайланып, тау-тастың қойнауындағы қараңғылықты қуып жатыр. Алдан бір топ ақшулан қасқыр құлақтар тікшиіп, Шымқай қараның сөзсіз соғатынын білгендей, екі топқа бөліне желе жортып шықты. Ұзын ырғасы 20 шақты. Мұнша көптігі жылқышыны кәдімгідей алаңдатты. Түнімен осы маңайды төңіректеп, торулдап шыққанға ұқсайды, алыстап кетпепті. Таң атқанша олжаларының етін армансыз жеп, әбден тойынып алғанға ұқсайды. Бет ауыздары жағал-сағал, көздері сатал-сатал. Бүйірлері томпиып, иықтар бұлтыңдап, арқалары тербеле еңкілдейді. Жомарт кірме қасқырларды жазбай таныды. Бейне бір орыстың қарлы орманнан ауып келген секілді. Сондағы ақшылтым қасқырлардан айнымайды. Осы өлкені әбден емденіп алғаны білінеді, қозғалыстары тым еркін. Алпамсадай көсемі маң-маң бүлкілдеп топ бастап келеді. Алакөз арлан десе, алакөз арлан екен. Арыстанға пара-пар, басы дәу, алайған көздері сұсты, күдіреген жалдары күлгін түстес қорқынышты. Екінші топтың басшысы оның жұбы көккөз қаншық екені айнаға десіз. Емшектері салаңдап, мойнын еңкейте созып, жолбарыстай жымайып алған. Олардың көптігі әрі айтарлықтай әрілігі не істерге білмей, бір сәтке аңтарылып қалған жылқышыны әжептәуір әбіржітті. Мына сойқаннан аман шығудың өзі неғай біл. Осыны сезіп күреңбелде жасқан шақтады ма, қос құлағын қайшылап тықырши берді. Алда кетіп бара жатқан Шымқай қара ештеңеден тайсалмады. Қайта қарқынын үдетіп, құйрығын шанши тік көтеріп, жер жақанды дүбірлете қарсы ағысқан. Келімсек қасқырлар екіге жарылып, бірі оң жақтан, екінші тобы сол жақтан қоршап жақындай берді. Тура жауға шабатын әдіс айла. Қаймығар түрлері жоқ. Тағы келдің бе, кешегің аз болды ма дегендей, алакөз арлан өшпенділікпен ызбарлана бүкіңдеп, жақындай бере басын тұқшита түксиіп, арр етіп атылған. Азу тістері ұстараның жүзіндей лыпып тұр. Алатаудың бір шоқысынан асып түскен күн сәулесімен шағылысып, жарқ ете қалды.
Шымқай қара артқы аяғының жаралы екенін естен шығарып, ерен жылдамдықпен қыран құстай сорғалап, қара жерді қарс айыра келіп, орнынан енді арғып созыла берген көкжалды қақ маңдаймен қақырата қағып түсірген. Абажадай абадан шойындай ауыр екен. Мойыны қайырылып үзіліп кете жаздады. Асыл туған арғымақ қос тізерлей жер сүзе барып, тең киіп құлап бір аударылып тұрды. Осы кезде естен кетпес оқиға болды. Тау бөктері жағынан бір топ жергілікті қасқырлар тұтқиылдан атып шыққан. Олар әй-шәйге қараған жоқ, жапа-тармағай жан-жақтан жамырай ұмтылып, сұңқардай самғап келіп, кірме қасқырлармен қыран топан қырылысып, ию-қию араласып кетті. Жомарт жылқышы қайнар қасқыр мен кербез қаншықты бірден таныды. Мұндай есімдерді оларға жергілікті жұрттың өзі берген. Бұл соңғы жылдар осы маңайда пайда болған пәкене бойлы, қысық көзді қасқырлар мен ақшулан қасқырлардан ажырату үшін қойылған есімдер еді. Әдейі қолдан үйретіп қойғандай, қайсар қасқыр Шымқай қараға қайта шаппақ болған алакөз арланның жолын кес-кестеп, арандай азуын арбит ұмтылған. Оның ірілігінен тайсалған жоқ. Қоян қолтық омар-жұмар құшақтаса кетті. Ауыл иттері төбелескенде олардың дауысын мұқым ел еститін. Оған басқалары қосылып, жан-жақтан жабылы үріп, демде айналаның азан-қазанын шығаратын. Түп төркіні бір болғанмен, оларға қарағанда бұлар бір мылқау сияқты. Арсылдап деміккендері, ызалы арылдағандарынан басқа бөтен дыбыс жоқ. Жан шығар кездегі қаңқ еткен құмық үндері ғана естіліп қалмаса, қан кескі топалаң айғай шусыз қайнап жатыр. Осы уақытта басқалармен бірге шабуылдай жетіп, кербез қаншықта бірден келімсек көккөз қаншыққа ырғыған. Бірақ кербез өзінің бұл соңғы секірісі, соңғы демекен білмеді. Көккөз қу бұлт етіп бір шетке жалтыр қашқан, бірақ кербез оны алысқа жібермеді. Қуып жетіп қайта бас салды. Ар жағы апыр-топыр талас. Келімсек қасқырлар ұйымшыл әрі әккі екен. Көккөз қаншықты жандарын сала қорғады. Тұс-тұстан тартқылап, тамақтан, қара саннан, шаптың арасынан жармасып, кербез қаншықтың жұлма-жұлмасын шығарды. Қан судай ақты. Қанша қарсыласса да көптің аты көп, аздың аты аз болды. Сол сәтте жәрдемге келіп, жанына жалау болар тұқымдастарының бірде-бір қасынан табылмады. Жұбына адал, аштан қатса да өлексі жемейтін, адамдардың айдауына жүрмейтін, асырауына көнбейтін, тірідей терісін сыпырсаңда тырс демейтін, екі жүзділіктен де ада қасиетті жаратылысына шәк келтірмей, кербез қаншық албасты ажалға жар салып жалынбады. Қыңқ демей, тектілгінде тік тұрып, сыр бермей кетті. Бір шеттен жылқышы қиқулап шығып, астындағы күрең белге де, алдындағы Шымқай қараға да жан алысып, жан берісіп жатқан жерлес қасқырларға да дем бере, өзінің бар екенін білдіріп, айғайлап, қан майданға атой сала араласты. Сырғын қол басында шыр көбілек айналдыра сол қапталдағы қасқырдың шеткісін дәл тұмсықтан опыра ұрған. Сақ еткен сүйектің сынған дыбыс естілді. Балықтай шоршып домалап түскен келімсек қайтып орнынан қозғалмады. Жанды жері тұмсықпа сеспей қатты. Алғашқы қарқынмен қасқырлар қамалын бұзып шыққан Шымқай қара жылқышыны көрді де, шұрқырап, тау мен тасты жаңғырта кісінеп алды. Сөйтті де бойына күш-қуат қайра құйылғандай, ойғастап айналып келіп, қайсар қасқырды еңсеріп бара жатқан алакөз арланды бөліп алып, жындына бас салған. Жайындай аузын кере ашып, күректей тістерін адырайта бір шетке жұлқи лақтырды. Сосын әуеге шаншыла секіріп, артқы аяқтармен тапырлап талтайып тұрып алды, алдыңғы аяқтарына жарты тонналық бар салмағын сала серпіп, жерге жанши тепкен. Осы сәтте қайсар қасқырдың көзінен ризашылық белгісіндей бір сәулелер жылт етті де, сол замат жоқ болды. Артынша өзара ұғысқандай, қайсар қасқыр алакөз арланның үстінен аттай секіріп, қанды топаданға қайта кірісіп кетті. Қайсар қасқыр секіріп бара жатып тек кетпепті. Өзінше қорлаған түрі алакөз арланның басына сарып кетіпті. Келімсек қасқыр алтын басының бұлайша қор болған күйігіне төз алмай гүрілдеп өкірді. Тірідей тамақ отында шыжғырылып жатқандай жан ұрып аласырды. Жаны сірі жанкешті қос тұяқ күтірлетіп, сүйектерін күйретіп жіберсе де, жонын күжірейтіп, көздері шоқтай қызарып,
Қайсар қасқырды қуып жетіп екі-ақ бүктеп бір-ақ асамақ болған, бірақ белден үзілген әбжыландай бұратылып ирелеңдеп қалды. Қандастарының алдында абырой аспанмен астасқан көшбасшы өзінің ендігі мына мүгедек сорлы халіне өлердей намыстанды ма, тұрып кетуге кедергі жасап жатқан сынық аяқтарын шайнап жұлып тастауға көпиген әпенді басын қанша созса да жеткізе алмай қор болып шыр айналды. Сол кезде көз ілеспес жылдамдықпен зымырап келген бойда екі қасқыр бірі шапқа, бірі алқымға жармассын. Шым қайқара саспат, тостақтай тұяқпен серппедей сарт еткізгенде сойқан соққыдан бірінші қасқыр шалқасына түсті. Жылқышы ат пен аңның арасын көлбейлеп, қалқалай бере әбжіл қимылдап, екінші қасқырдың сойдақ тістерін шымқайға дарытпай, қолақпандай сойылымен ойсырата арқасынан салып өткен. Оның қатарға қайта қосылуы екіталай еді. Омыртқаның опырылып морт сынғанын құлақ естіді. Жан мен ажалдың арасындағы қырғын шайқас қыза түскен. Сол сәтте бір ұрғашы қасқыр емшектерін салбыратып жанамалай келіп жылқышының өзіне атқыды. Қаншық пен Жомарт көзбе-көз түйісіп қалды. Бөрі атаулыда сирек кездесетін көк бөңбек шиша көздері сезім атаулыдан жұрттай жып-жылтыр сұп-суық екен. Өгіздің көн терісінен қаптағандай қара тұмсығы бұжыр-бұжыр. Екі егінің үстіндегі 10 шақты жуан қылы жуалдыздай істейіп, зәре құтты ұшырады. Жылқышы Жомарттың санасында бұл көккөз қаншық қой деген ой жұлдыздай ағып өтті. Көккөз қаншықтың күлімсі иісі соңынан иіре соққан желмен өзінен бұрын жетіп еді. Кәнігі күреңбелді бұл жаман шошытты. Шалт қимылмен жантая қашты. Қасқыр бұрын ытқи төніп, енді ауызды сала бергенде-ақ жылқышы темірдей тарамыс аяқтарын қос үзеңгіге шірей тіреп, керулі сымдай кеудесін жазып барып, өткір қанжарын жойқын күшпен қасқырдың жүрек тұсынан құлаштай ұрып, бойлата сүңгітіп жіберген. Сүйек сапты кездікті жұмырлап, сірестіре қысқан тоқпақ жұдырық қабырғаның қақырай сөгілгенін сезді. Шыбын жаны шырқырап бара жатса да, көкбері қыңқ демеді. Қаңсылап дауысты салмады. Селебе пышақ қорс етіп кіргенде көмескі ғана ыңқ етіп, ызалы арыл шығарғаны болмаса үнсіз қанға бөгіп, дымсыз домалап қала берді. Мыңқ етпей өлген көккөз қасқырдың серпіле секірісінің қатты болғаны сондай, өзімен бірге мұны аударып әкетті. Ағызып бара жатқан сидаң сирақты жануар иесінің топ еткенін көріп кілт тоқтады. Осы кезде абаданнан кейінгі ала төс, аяқтары шомбалданып біткен, бұғанасы қатып, белі бекіген ақшудан арылан ауылдың иттерінше құйрығын қысып қашып кетпеді. Орнынан көтеріле алмай жатқан жылқышыға қылыштай қайқы тістерін қыршылдата қайрап шапты. Ақылды күреңбел дөңгіліні шиыршық атып, мөңкей тулап, айналып келіп, абайтөс қасқырды дәлдеп тепкен. Добалдай тұя қоңдырмады. Өмірдің бәрі керемет, барамда басталып жей берем деп ойлағаннан ба, әлде тәжірибесінің аздығынан ба, жас арлан бірнеше рет аунап барып түкке түсінбей, миы ауып, басы қауқиып, аңқиып отырып қалды. Артынша тепе-теңдігін ұстай алмай тырайып құлады. Ол қайтып меңзең есін жиғанша естат еңкейе бүгіліп егесіне жақындай берді. Сұрағанға береген жылқышы жата жалына жармасты. Сөйтті де қайтыдан барылдап айғайға басып, шымқай қараны демеп, ойқастай шауып, қалған қасқырларды тықсырып, тырқырата қуды. Шымқай қараның көзіне қан толған. Шоқтығы шодырайып, будақ-будақ дем шығыра, шыңғыра кісінеп, алакөз қасқырға қайтыдан қақарлана ұмтылған. Келімсек арлан алғашында қан қызуымен қарсы әрекет етпегет. Артқы аяқтары екемге келмей, алдыңғы аяқтарымен жер тырмалап жанталасты. Шымқай қара құйрық жалы ебет-себет қобырап, дауылда ебіл-дебіл долданып жете бергенде, абадан ақырғы күшін сарқа жұмсап, көздері от шаша шақшиып, жансызданған денесін сүйрете-мүйрете шықынып, алқымға жармасқан. Абырой болғанда арғымақ шабына шоқ түскендей орғып кетті. Әттең-ай әттең, алакөз абадан арманда қалды. Түнімен көк биенің балғын етіне тыңқия тойып жүрегі кілкіп, кекір қатпағанда бұлайша барлығы баяу қимылдамас еді. Ашқарында одасап, тас шайнайтын айыр тістер тамаққа бірліккенде ғой, ұстырадай өткір азуымен күре тамырды қиып жіберіп мақсатына жетер еді.
Сол сәтте көк тамырдан қызыл қан шапши атқып, жан далбасалап қашқан Шымқай қара алысқа бармай-ақ, өгіздей өкіре құлап, төрт аяғын төрт жаққа бет алды сермеп, көл дария қанына өзі тұншығып өлім аузында қорылдап, бекерге тыпырлап жатар еді. Сөйтіп Тәңірісі қолдағанда, көкірегі көк тіреген көкжал өмірінің соңғы бүйтіп бишаралықпен аяқталмас еді. Сорына қарай асып туған арғымақты Қамбар ата бабасының әруағы желеп жебеп, ондай ойпырмай сұмдықтан аман алып қалды. Алакөз арлан көздеген жеріне жетпесе де, қаз мойынның астыңғы жағына қайқы тістерін қадап үлгерген екен. Қанын сорғалатып, бір кесек етті жұлып алды. Қанша тоқ болса да, құтырынған неме әдейі ерегесті ме, әлде жаудан қыл суырғанды пайда көрді ме, ыстық етті қылғыта салған. Шымқай қара одан әрі төзбеді. Орны ырсиып, қаны тоқтамай аққан жарасына қарамастан, қатты ашу терісіне сыймай дүлейленіп, баданадай көздері ұясынан шығардай ақиып, қасқырды көк жөлкеден қапсыра қарпып сүйреткен күйі құзды жартасқа қарай құстай ұшқан. Есікпен төрдей тұз тағысын бұйым құрылым көрер емес, екі аяқтың ортасында салақтатып, тұла бойын қанды кек буған алапат күшпен қақшия көсіліп барады. Аз күннің ішінде айналасын қан қақсатқан алакөз арланға бұл жолы Тәңірісі теріс қарады. Көптің наласымен қарғыс тиді. Тәңірдің сүйген құлындай асқақтайтын арлан енді масқарасы шығып, бүтін жер, бүтін елде Шымқай қараның астында жаман иттей арқа еті арша, борбай еті борша болып кете берді. Қалған кірме қасқырлар көшбасшыны бергенше, қырылып қалғанымыз жақсы деді ме, айқа санаңын тастай сала жан-жақтан жабыла қуды. Бір сұмдықты сезген жылқышы қасқырларды қоя салып, Шымқай қараға қапталдасып жарыса шапқан. Олай жасама, Шымқайжан, олай етпеші, Шымқайжан! Тірі әлем тапырық жылқышы бар дауыспен айғайлап келеді. Қан сорпасы шыққан күрең белде жер апшысын қуырып желге жеткізбей еліріп, құйрығын қайқита құйғытып барады. Сол жақ артқы аяғы тілер сегіне дейін қан жоса болыпты. Оны елер күрең бел жоқ, келде тартқан сұр жебедей зуылдап, аққан жұлдыздай заулай түскен. Иә, тұқым тұқиянсыз, тып-типыл құрбан болған үйірін енді мәңгіге көрмейтінін, тұла бойы тұңғышы ала құланың енді ойнақтап, айналасында асыр салып жүрмейтінін түйсінгеннен бе, әлде жан жарасы ауыртып, жүрегін сыздатып, жанын жегідей жеп, аза бойын қаза етті ме? Әйтеуір арғырай шапқан ат төресінің бетін жас жуып бара жатты. Мойыл көздердегі мөлдір тамшылар мөлтілдеп тиылар емес. Ұрпағынсыз бұлайғы өмірі еш мәнсіз екен сезінімекен жануар. Ақылды туған арғымақ сол шапқаннан тоқтаған жоқ. Шелектей танаулар делдейіп, дауылпаздай дүбірлетіп ағызып келеді. Соңында темір тұяқтардың астынан шақыр-шұқыр сатырлап ұшқан тас сынықтары мен құмды шөп аралас тау жыныстары патырлап жан-жаққа шашырап жатты. Осынысына қарап жылқышы айналайын, Ақылбек арғымағы келімсек көкжалды құзға құлатып бара тоқтар, сөйтпей тыншымас деп ойлаған. Бірақ киелі сүлік қара тоқтаған жоқ. Тоқтау ойында да болмаған сыңайлы. Нөсерлетіп жауған тас бұршақтай тау мен тасты тасырлатып терең құздың шетіне жеткен сын сағатта да бөгілмеді. Жерінен жеріп, арам оймен ауып келген қасқырлардың көшбасшы көсемі алакөз арландала түпсіз шыңырауға қарай бар пәрменімен қарғыды да кетті. Жылқышы мұны күтпеген. Ой, Шымқай-ай, мұның не? Деп шыңғырды. Қайран қатыге жаратылыс. Өмір сүруің үшін өзгеге ажал болуың керек екен. Біреу өлмей, біреуге күн жоқ деген осы да. Жаппар ем әлемді солай жаратып қойғасын, қарсайла шарғы бар ма? Құрт құмырсқадан ірі хайуанға дейін жын-жыбыр жәндік жан жануар бір-бірін жеумен, өлтірумен тамағын асырап келеді. Күн көзін ашып, жұмыр жерге жан бітіп, дүниеде дүние болғалы ізгілік пен зұлымдықтың арасы осылай бітіспес, бітпейтін күреспен өтуде. Өтіп те келді, өте де бермек. Сен не, мен дегендей ұрпақ өрбітіп, оны сақтау үшін осылай өліспей, беріспей күресу аңда болса, осы екі мақұлықтың еншісіне тиіп, бұлжымас заңдарына айналғалы қай заман. Содан бері талай-талай су ақты, талай-талай таң атты. Өзгермеген не қалды? Бәрі өзгерді.
табиғат та, қоғам да, адамдар да. Өзгермеген тектілік екен. Онда да ол 18 мың ғаламның ішінде арғымақ пен көк бөріге бұйырыпты. Не болғанына ой жетпей мәңгіріп, сонау төменге қарап тұрған ат пен адамның түйсігінде осы ойлар ызғып өтіп жатқандай еді. Оқ бойы алыста аман қалған қасқырлардың аспанға мойнын созып аңырап, әр жерде шоқиып, жатырластарын жоқтап отырған жылқышының көзі шалды. Әріректен қасқыр мен жас арлан дөңкиіп көрінеді. Бола қалса ендігі арпалыстың бастаушысы да, айқындаушысы да өздері болатын сездіргендей. Бір-біріне өшпенділікпен қарап қойып, қосарлана ұлыды дейсің. Әсіресе жас арлан өзіне жайсыз, шаруаға жайлы деп жорамалданатын. Тікесінен туған жартылай бозғылтым солғын айға қарап қойып, көкбөрі тәңірісі сонда жүргендей, бар мұңын соған шақты. Содан жәрдем сұрап, жағы қарысқанша сау сүйекті сырқырата боздады. Алғашқыдай емес, екі жақта сиреп қалыпты. Қайта соғысуға онша құлықтары жоқ. Одан әрі қарекет қыларлық күш-қуат, әл дәрмен ешкімде қалмаған. Тәуліктен бері тыным таппаған күреңбелдің құр сүлдері тұр. Қалпақпен персе, қалбалақтап қалатын кәрі шалда иығы қушиып, екі беті жылан сорғандай суалған қырықтың қырқасындағы жылқышының да шаруасы біткен. Сұп-сұр ыпыны да адам аярлық, болбырап самарқау тартқан. Өмір қыл үстінде тұрса да, дел-сал денесі жата кетші деп жалынып сұрағандай, артық қозғалғысы жоқ. Ендігі соғыстың еш мағынасы қалмаған екі жақта түсінген тәрізді. Келімсек жас арлан одан әрі көшбасшылық міндеттің өзіне жүктелгенін бажайлап, қалған тобырын соңынан шұбырта ілестіріп, жылқышымен күрең белге пысқырып та қарамастан, өз отаны үшін отқа түсуге дайын жергілікті қасқырларды да жайына қалдырып, көк өтпей құмға сіңген судай жым-жылас жоғалып тынды. Осының алдында ғана жас арлан зарлап олуын кілт үзіп, жанын қоярға жер таппай орнынан тұрып кететін. Сосын ары-бері жортып, тентіреп кеп қайтадан шөкелей қалып зорланатын. Әлденеше рет осылай қайталаған. Сөйтсе, ол сананың сан түкпіріндегі сарнауық ойлардың күрмеуін таппай, ерсілі-қарсылы теңселіп қиналған екен. Ақыры қандай байламға келгені беймәлім, келімсектерін ертіп белгісіз жаққа із-түзсіз ғайып болды. Жайқалып өскен көкорай шөпті арлы-бері жапырып, соққан ызғырық жел жан жағына жауға қарап, бар сырларын іштеріне бүгіп зытқан ақшулан қасқырлардың қайта оралып, соқпасына кепілдік бере алмайым дегенді жеткізіп тұрғандай, үздіксіз уілдеп, біресе сусыма шағылдай сыңсып, ызыңдай берді. Еңіске түсіп, шымқай қараның денесін көміп жүрген жылқышы, екі қойтастың арасына қыстырылып, кешегі қанды қасаптан тірі қалған ала-құла құлыншақты тауып алды. Ала-құла бір тастың басына шығып, шіңгірлеп әке-шешесін жоқтап тұрды. Аррақта кірме қасқырлар талап, сау тамтығы қалмаған ақ кірпік серейіп жатты. Құлынын қорғауға барын салып, жанын пида етіпті. Жылқышы көзі шылана жүріп, құрметтеп жерлеуге кірісті. Бұл жерді қайламен ұрып, күрекпен соғып, шұңғыр қаза алмайсың. Қайлан қайырылып, күрегің майырылып қалады. Жылқышы жыртқыш аңдар рәсуалап кетпес үшін ақ кірпіктің денесін кір тастармен төбетіп үйіп, түгелмен бастырып шықты. Өліп бара жатса да, жарықтық жастығына да кетіпті. Қасында құздан құлағанда тастан тасқа соқтыққан сұрқай екі қасқырдың мылжа-мылжа денелері жайрап жатты. Бұл кезде тау бөктерінің әлде бір түпкірінен бірнеше бөлтіріктің жас баладай аңырси қыңсылап, біресе өршелене шәуілдеген жіңішке дауыстар талып естумен болды. Беріректе қайсар қасқырдың бір шатқалдың биігіне шығып алып, тас ескерткіштей өңкейіп ұзағынан ұлыған айбарлы дауысы тұла бойды шымырлатып, бұл ата жұрт құтты мекеннің иесі де, киесі де өз екенін білдіріп тұрғандай, тау мен тасты күңірентіп бара жатты. Көрікті аймақтың шырайланып піскен мезгілінде тау суреті көздің жауын алады. Мұздард шыңдарды қалың қар басып, үнсіздік үстемді құрғанмен, бұл жақ у-шу тулай аққан, сарқырап жатқан тау суының біркелкі берекелі сарын тоқтамайды, гүрлі үнемі естіліп тұрады. Шет-шеті жасыл желекпен әспеттелген еңгіс ойпаңдағы күміс көл кенерісінен асып төгілердей шүпілдеп көлкіп жатыр.
Шебер табиғат сұп-суық тастардың, шыңдар мен құздардың сұсын өстіп басқысы келді ме, сұлулығын өстіп асырғысы келді ме, көсіліп жатқан гүлдалқап ғажайыптар әлемінде әп-әдемі. Соған қарап мұндай жер ұйыққа келемсектердің көз салуы, қызғаныштан өртеніп жүруі әбден мүмкін өтті. Жер жанаты үшін судай төгілген қанның иісі әлі төңіректі көңірсітіп тарқар емес. Қысық көзді қасқырларымен көңілді шемен еткен шығыстау томсыраңқы бар жұмбағы ішінде тас қылып жасырып жатыр. Аспан түндігінің батыс бөлігінде қаптай көтерілген қою бұлттар байқалады. Олар түнімен жортуылдай көшіп, бейбіт өмір мен тыныштықты бойтұмардай сақтаған, өсіп өнген өлкөге нөсерлетіп кеп жауар мекен әлде, беремдесе Құдайдың қамқорлығы мен шапағаты көп, жолшыбай кезіккен жел жөңкілте қуалап аулаққа алып кетер мекен. Енді оны ертеңгі атқан таң айтар. Жылқышы ертерек қамданайын деп, алауда құлыншақты жетекке алып қосынына асықты. Алауда құлыншақ нәзік аяқтарымен жер тіреп, нәрәнжу дауыспен шіңкілдей кісінеді. Анасы жатқан жаққа қарайлап, кішкентай басын шайқап-шайқап, жүргісі келмей тартыншақтана берді. Осы кезде жылқышы жомарт: «Айналайын құлыншағым-ау, шымқай қарадай асыл, ақ кірпіктей адал арғымақтың текті тұқымысың ғой. Тірі қалғаныңа шүкір де. Мен аман тұрғанда сені ешкім ренжітпес, саған ешкім жетімдік көрсетпес. Әлі-ақ өсіп, ұрпақ жаясың. Әлі-ақ мынау мамыражай мекеннің ең айтулы сәйгүлігі боласың» деп күбірлеп, тағы «Тілегімді бере көр, ақиретке дейін абыройдан айырма» деп жаратқанға сиынып, өз-өзіне сенім беріп, өз-өзін жұбатып қойып келе жатты. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан.